Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Сәуле Алиева. Бүгін сіздермен осындай әдемі өте дәмді синабоныдың рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл осындай синабоныды үйде пісіргіңіз келсе, менімен бірге болыңыздар. Құрамына қажетті заттарды астына қалдыратын боламын. Ең алдымен жылы сүтімізге ерітілген сары май, жұмыртқа, қант және ваниль мен ашытқы қосамыз. Ашытқы сапалы болғаны дұрыс, әйтпесе қамырымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Шым-шым тұз қосып, барлығын араластырамыз. Ал енді ұнымызды қосамыз. Міндетті түрде ситадан өткізіңіз. Ұнның арасында ауа болғаны дұрыс. Және аз-аздан қосып илейміз. Ұн көп қосудың қажеті жоқ. Қамырымыз өте жұмсақ болуы қажет. Сонда біздің синабондарымыз да жұмсақ болады. Мен осылай қолыма жабыспас үшін сұйық май қостым. Сонда қолыңызға қамыр жабыспай жақсы иленетін болады. Біздің мінекей қамырымыз дайын болды. Мен осындай пищевой пленкамен бетін жауып қоямын. Жылы жерде 1 сағатқа. Неге біздің қамырымыз көтерілді. Енді осы қамырымызды 2 бөлшекке бөлеміз. Және оқтаудың көмегімен қамырымызды жаятын боламыз. 4 бұрышты қылып жаюға кеңес беремін. Дөңгелек емес, осындай 4 бұрыш пішінде болғаны дұрыс. Қамырдың қалыңдығы 2 мм болуы қажет. Қатты қалың немесе жұқа етіп жібермеңіздер. Қамырымыздың үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды жағамыз. Корица мен қантты араластырамыз. Осыны жаңағы сары майдың үстіне шашып шығатын боламыз. Қамырдың барлық жеріне жағамыз. Корицаны өз қалауыңызша қосыңыз, біреуге көп, біреуге аз ұнайды. Осылай қолымызбен тегістеп барлығын жағамыз. Қамырымызды видеодағыдай етіп, дөңгелектеп осылай ораймыз. Қамырымыздың ең шетін осылай жабыстырып шығатын боламыз. Арасы ашылып кетпеуі қажет. Және де мен осы қамырды кесу үшін осындай кәдімгі үйдегі қарапайым жіпті пайдаландым. Жіптің көмегімен осы видеодағыдай етіп кесіңіздер. Пышақпен кессеңіз жабысып қалуы мүмкін, ал жіппен өте әдемі кесілетін болады. Синабондарды пергамент қағазына орналастырып, бетін жауып 30 минутқа қоямыз. 2 есеге ұлғаяды. Мен қамырдың екінші бөлігіне осылай мак пен қантты араластырдым. Оны да дәл корица сияқты сары май жағып, оның бетіне жаңағы мак пен қантты осылай шашып орналастыратын боламыз. Біздің үйдегілер корицаны онша ұнатпайды, мен қатты жақсы көремін. Сол себепті 2 түрлі етіп жасадым. Сіз өзіңіздің қалауыңызша жасаңыз, және де ештеңе қоспай құр қантпен жасасаңыз да болады. Мінекей біздің синабондар осылай іседі. Енді қызып тұрған пешке салып пісіретін боламыз. Синабондарымыз дайын болғанша кремін дайындайтын боламыз. 33% салқын сливкиді алып, құрғақ таза ыдысқа салып, оны миксерлейтін боламыз. Көп уақыт миксерлейміз, шамамен 3-4 минут. Және де миксердің жылдамдығын жай-жайдан көтеріп отырамыз. Сливкеміз қойылғаннан кейін сахарный пудра, яғни қант ұнтағын қосамыз. Мінекей осылай қойыласқанша миксерлейтін боламыз. Біздің креміміз де дайын болды. Біздің синабондарымыз пісті, оларды міндетті түрде суытып алыңыз, одан кейін барып кремді жағамыз. Мінекей кремдерін жақтым және өзіңіз қалағаныңызша сәндейтін боласыз. Шоколадты ерітіп, құйсаңыздар да болады. Мен осылай жаңғақты езіп, бетіне әдемілеп шашып шықтым. Достар, біздің өте жұмсақ, воздушный, өте дәмді синабондарымыз дайын болды. Міндетті түрде үйде дайындап көріңіздер.
менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар, және де осы видеоның астына өз пікіріңізді қалдырып лайк басыңыз.